Саламатсыздар ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тамақтану гигиенасы, ас қорыту мүшелерінің жұқпалы аурулары және олардың алдын алу, тағамнан уланудың алдын алу, алғашқы жәрдем шаралары, ішек құрт ауруларының алдын алу. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаты: ас қорыту жолы ауруларының себептерін және астан улану себебін анықтау. Асқазан ішек аурулары. Яғни асқазан ішек ауруларының пайда болуының бірнеше себептері бар. Бірінші себебі қайнамаған су. Келесіде микроорганизмдар мен вирустардың пайда болуы ағзада. Келесіде дұрыс жуылмаған көкөністер, сақтау мерзімі өтіп кеткен тағамдарды пайдалану және лас ыдыс аяқпен кір қол. Ал енді асқазан ішек ауруларының ең кең таралған түрлері: дизентерия, іш сүзегі, тиф және тырысқақ, холера. Паразит құрттар тудыратын аурулар. Бұлардың бірнеше себебі бар: кір қолмен тамақ жеу, шала піскен ет пен балықты, балықтың уылдырығын пайдалану, ауру таратушы жәндіктердің тамақ өнімдерін бұзуы. Келесі кезекте асқазан ішек ауруларының қауіпті түрлерінің бірі ботулизм. Ботулизм қауіпті ішек ауруы. Оның қоздырушысы оттексіз ортада тез көбетін бактериялар. Ауруды бұзылған балық, қалбырдағы ет немесе көкөніс тудыруы мүмкін. Сақтау мерзімі өтіп кеткен немесе қақпағы ісіп көтеріліп тұрған және ішіндегі түсі өзгерген өнімді жеуге болмайды. Ботулизм кезінде жүйке жүйесі зақымданады. Бұл кезде көру, сөйлеу, жұту процестері нашарлай түседі. Сіздердің назарларыңызға бұл суретте көрсетілгендей, яғни маринадталған, тұздалған көкөністер, саңырауқұлақтар, сонымен қатар консервіленген өнімдерді бұзылған күйде қолдануға болмайды. Сонымен қатар қақпағы сынып тұрған ішіндегі жаңағы шырынның түсі өзгерген жағдайда оларды қолдану тыйым салынады. Бұл жаңа қауіпті ауруға алып келуі мүмкін. Келесіде сіздердің назарларыңызға тапсырма беріледі. 2 сұрақ беріледі. Біріншісі, не себептен шикі немесе шала піскен ет өнімдерін жеуге болмайтынын түсіндіріңіздер. Екінші сұрақ, тамақ жұқпаларының ішек құрттардан уланудың алдын алуда қандай гигиеналық ережелерді білесіздер? Осы сұрақтарды дәптерлеріңізге жазып, жауаптарын дайындаңыздар. Жақсы балалар, енді жауаптарыңызды салыстырып көрелік. Шикі немесе шала пісірілген ет өнімдерінің құрамында паразит құрттар немесе олардың жұмыртқалары болуы мүмкін. Бұл адам ағзасына түсіп, қауіпті ауруларды тудырады. Келесі гигиеналық ережелер: жеке бас гигиенасын сақтау, тамақ алдында және дәрісханаға барғаннан кейін қолды жуу, тырнақты міндетті түрде алып отыру, өйткені тырнақтың астында көптеген ауру тудырушы микробтар жинақталады. Азық-түлік өнімдерін тоңазытқышта сақтау, жылы жерде сақталған шұжық және қалбырдағы тамақты пайдалануға болмайды. Сонымен қатар дәрі-дәрмектерді дәрігердің тағайындауынсыз қабылдауға болмайды, өйткені бұл адамның ішек микрофлорасын бұзылуына келеді және асқазан ішек ауруларының қалыптасуына себеп болуы мүмкін. Келесі, іш сүзегі. Іш сүзегі қауіпті асқазан ішек ауруларының бірі. Қоздырушысы бактериялар. Жасырын кезеңі 14-12 күнге дейін созылады. Енді аурудың белгілеріне тоқталып өтсек, біріншісі, дене температурасының жоғарылауы байқалады. Екінші, жалпы әлсіздік дененің, ұйқының бұзылуы, тәбеттің төмендеуі, ақыл есінің ауысуы, сандырақтау және денеде бөртпенің пайда болуы байқалады. Тапсырма: тамақтан уланудың қандай белгілерін білесіздер? Сұрақты дәптерлеріңізге жазып, жауаптарын дайындаңыздар. Жақсы, енді жауаптарыңызды салыстырып көрсек. Тамақтан уланудың қандай белгілерін білесіздер? Адамның жүрегі айниды, құсады, асқазаны ауырады, дұрыс, іші өтеді, басы ауырады, әлсіздік байқалады және дене температурасы көтеріледі. Бұл жаңағы тамақтан уланудың басты белгілері болып есептеледі.
Әдетте тамақтанулану тамақ ішкеннен кейін жарты сағаттан соң немесе 1 сағаттан соң бірден байқалуы мүмкін. Тамақ ішу ережесі. Диетолог ғалымдар мынандай ережелерді ұсынады. Бір тәулікте ішетін тамақтың 20%-ын таңғы аста, 20%-ын кешкі аста, екінші таңғы ас пен түскі аста 30%-дан ішу қажет. Тамақты асықпай майдалап шайнап жеу керек. Өйткені асқазанға әбден ұсақталып түскен тағам ас қорытатын шырындар оңай сіңеді. Демек тағам жақсы қорытылады және денеге жақсы тарап сіңіріледі. Бұл өте маңызды дененің жақсы дамуы үшін. Дұрыс тамақтану денсаулық кепілі. Бұл жерде балалар сіздердің назарларыңызға 2 сурет берілген, яғни күнделікті өмірде тұрмыста қолданатын тамақ өнімдері берілген. Яғни адам денсаулығы жақсы болып, физикалық жағынан күшті даму үшін ол міндетті түрде дұрыс тамақтану керек. Дұрыс тамақтануда бір сарынды тамақтанбай, тағам өнімдерінің бір түрін ғана қолданбай, рационда әртүрлі тамақ өнімдері болуы қажет. Өйткені бұл тамақ құрамында біздің ағзамыздың құрылыс материалдары, нәруыздар, көмірсулар, майлар, дәрумендер мен минералды тұздар кездеседі. Сондықтан біздің күнделікті рационымызда макарон өнімдері, балық, сүт өнімдері, сонымен қатар ең көп бөлігін көкөністер мен жеміс-жидектер құрауы тиіс. Енді бұл жерде айта кетерлігі, ең басты біздің құрылыс материалымыз нәруыздар. Нәруыздар көбінесе жаңағы жұмыртқа мен ет өнімдерінде және макарон өнімдерінде көп болады. Сондықтан біз тамақ ішкенде тек қана нәруызды тағамдарды, немесе тек қана көмірсудан тұратын тағамдарды пайдаланбай, рационымызда түрлі тамақ өнімдерін енгізуіміз қажет. Келесіде сіздердің назарларыңызға тапсырма беріледі. Кестедегі бос орындарды толтырыңыздар. Бірінші бағанда аурудың себебі, жұқтыру көзі. Келесіде қауіпті аурудың атауын жазасыздар. Үшінші баған ауру белгілері. Келесі қоздырушылар, таратушылар. Және соңғы бағанға аурудың алдын алу жазу керексіздер. Жақсы балалар, енді жауаптарыңызды салыстырып көрелік. Қауіпті ауру тырысқақ берілген, яғни аурудың себебі жұқтыру көзі. Бұл жерде қайнамаған су және жуылмаған лас, кір ыдыстар және жеке бас гигиенасын сақтамау. Аурудың белгілері: дене температурасы көтеріледі, құсады, басы ауырады. Аурудың қоздырушылары, таратушылар: шыбындар, тарақандар. Аурудың алдын алу шаралары: жеке бас гигиенасын сақтау, бұзылған лас өнімдерді пайдаланбау және азық-түлік өнімдерін тоңазытқышта сақтау және суды міндетті түрде қайнатып ішу қажет. Келесі кезекте жуылмаған қол мен жеміс-жидектер. Бұл қауіпті ауру дизентерияға алып келеді. Бұл аурудың белгілері: температураның көтерілуі, диарея, іш ету яғни және құсу. Аурудың қоздырушылары: бір жасушалы қарапайым ағзалар. Аурудың алдын алу үшін қолды мұқият жуу керек және жеміс-жидектерді міндетті түрде жуып қолдану қажет. Енді балалар, сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, біз бүгін сабақта тамақтану гигиенасын, асқазан ішек ауруларының түрлерімен таныстық және адамның жаңағы осы паразит құттардан қорғану шараларын қарастырдық. Сонымен тамақтану гигиенасы адам денсаулығын сақтап дұрыс даму үшін міндетті түрде рационда түрлі тамақ өнімдері болу керегін айттық. Және келесіде паразит құттардың алдын алу шараларымен таныстық. Ол үшін жеке бас гигиенасының маңыздылығы өте зор. Және сонымен қатар осы ауруларға алып келмеу үшін міндетті түрде тамақ өнімдерін таңдағанда міндетті түрде оны сақталу мерзіміне және сақталу сапасына көңіл бөлген жөн. Сонымен қатар қолды міндетті түрде тазалап жуу, ыдыс-аяқ, тұратын бөлме және тамақ ішетін жердің таза болуы өте маңызды. Жақсы, сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.